Сәлем достар, дәмі тіл үйрер ауылын табанан сағынған боларсыздар. Шынында біз де сағындық. Олай болса достар, балалық шаққа саяхатты бастаймыз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ұнға трош, ас содасы, қант, одан кейін сұйық май қосамыз. Үстінен тұз қосылған жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Дайын болған қамырды 2-3 сағатқа көтеріліп, ашығанша қойып қоямыз. Осы аралықта қамырды сағат сайын қайырып отырамыз. Сол кезде нандарымыз көтеріліп, арасы жабысып қалмай әдемі піседі. Қамыр дайын болды деген кезде жерге кішігірім шұңғыр қазып, от тұтатып, үстінен осылай көндерді қалаймыз. Көндеріміз әбден жанып, шоқ қайнала бастағанын күтеміз. Одан кейін шет-шетіне алып, қалған шоқтарын майдалап, астын дайындаймыз. Табаларымызды қыздыруға қойып, астынан нанымыз жабысып қалмас үшін шамалы май жағамыз. Қамырымызды осылай бөліп алып, табаға салып біркелкі жаямыз. Табаның бетін ақырын жауып, шоққа қоямыз. Бетін жан-жағын осылай көнмен қалап тастаймыз. Нанымыз піскенше самаурынға су құйып, тұтата бастаймыз. Қарап отырсақ достар, ауылда болсын, самаурынды қонақ шақырып құда күтсек те қоя бермейді екенбіз. Әбден титанға үйреніп алғанбыз. Қандай көрініс, қайнап жатқан самаурын және пісіп жатқан табан наны. Нанымыз да пісіп қалыпты достар, табан бетін ашып көрейік. Ғажап, өзім ойлағаннан да әдемі болып пісіпті. Ал достар, дастархан жайып самаурынды әкелеміз. Шайымызды демдеп, сүтімізді қатып, қою қара шай дайындаймыз. Ал дәмін көрейік достар. Бисмилла. Қолдың балғын сары майын жағып, үстінен сгущенка құйып, дәмін татамыз. Дәмі, иісі керемет. Достар, жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.